ерекше атап өтті. Бүгінгі жарыстан не күтесіз? Рахмет, әрине бүгінгі жарыста ең біріншіден қатысуға өте қуаныштымын. Өйткені бұл мен үшін үлкен тәжірибе болады. Әрине мен өзіме мақсат қоям, бірақ біріншіден мен жай ғана жақсы ойнап, тәжірибе алсам өте қуанамын. Сіз кеше ғана тағы бір турнирде 3-ші орын алдыңыз, иә? Бірінен кейін бір турнирге қатысу сізге қиындық тудырмай ма? Иә, қиынырақ, бірақ мен қасымда отбасым, баламмен бірге келдім, және ол мен үшін үлкен күш береді маған. Және де әрине бұл шахмат ойыны маған өте қатты ұнайды. Содан кейін мен осы ойынды қатты жақсы көрем. Және сол үшін мен шаршамаймын деп ойлаймын. Бірақ әрине қиын болады. Бірақ мен осындай жарыстарға дайынмын. Қарсыластарыңыз туралы бір ауыз? Әрине қарсыластарым қиын. Әрине бұл бірінші ойындағы қазіргі қарсыласым Алексей Гребнев өте мықты, рейтинг фаворит осы турнирде. Және де тағы басқа мықты гроссмейстерлер бар, басқа елден келді. Біздің қазақстандық шахматшылардан айтсақ, Даниал Сапенов өте мықты, қазір жас талант. Әрине қазір бізде өте көп дарынды шахматшылар өсіп келеді. Және де оларға қарсы ойнау әр жыл сайын өте қиынырақ болады. Бірақ әрине бұл өте қызық. Біз үшін әрине ол үлкен ойын болады. Әрқашан осындай жарыстарда тек қана жақсы ойнауға әр спортшы тырысады. Және де әр спортшы өз бар күшін салады. Мен осы ойындарды қатты күтемін.